отан және дін. Бұл екеуі де үлкен тақырып. Біз қоғамда ашық пікір алаңында болып жатқан керек пен деректі жібереміз. Құрметті көрермен, текті тыңдарман. Жақында Нұрлан Санжардың Батухан атты кітабын оқып бітірдім. Білмейтіндеріңіз болса, бұл актор кезінде менің атым Қожада Қожаның ролын сомдаған актер. Қазір белгілі сценарист, жазушы, өнер қайраткері. Жалпы роман, эссе жанрында жазылған бұл кітапта өте ерекше. Бұрын айтылмаған жаңа ойлар, идеялар бар. Тіпті идеология дер едім. Тарихи жанрдағы көркем шығарма болса да, өте өзекті тақырыптар көтерілген. Фейсбукта соңғы кезде жұрт шайқап һәм шайқасып жатқан дін тақырыбына қатысты осы кітаптың бір эпизоды есіме түсті. Бату мен Берке Жошы ханның Қыпшақ елінің астанасы болған Сығанақ шаһарын қалай алғаны жайлы әңгіме бастайды. Шаһарды ала алмаған Жошы әйгілі ғұлама, діндар Хасан Қожаны ертіп апарып, Қамал тұрғындары Моңғол әскеріне берілсін деген мақсатпен оны келіссөз жүргізуге жіберіпті. Қақпа алдына барған молда Құраннан аят оқыпты. Шаһардың мұсылман тұрғындары әлгі Хасанның оқыған аятынан кейін қақпаны өздері ашып беріпті. Бірақ келіссөзден кейін Қыпшақтар Хасан Қожаны есекке теріс отырғызып, денесіне найза түйреп, кейін қайтарыпты. Ауыр жарақаттан әлгі уағызшы көп ұзамай қайтыс болыпты. Енді кітаптан үзінді келтірейін. Бауырым, білесің бе, деді Бату. Мұсылман Хасан Қожа жауала алмаған берік қамалдың қақпасын Алланың бір сөзімен ашты. Шаһардың қақпасы тура ертегідей бір сөздің құдіретімен айқара ашыла кетіпті. Бірақ Хасан Қожа Жошы ханның алдына есекке теріс мініп, денесіне найза қадалған күйі қайтыпты. Әрине, біраздан соң әлгі Қожа қайтыс болып, оның шәкірті Әли молда ұстазын жерлемек болып, өзеннің жағасында дәрет алып жатқан жерінен Шағатай байқап қалып, Әлиді өлтірмекші болыпты. Оны көрген Жошы байқатпай өзенге алтын теңгені тастап жіберіп, мұсылман молда өзенге жуыну үшін кірмегенін, алтын теңгесін түсіріп алып, соны іздеп жүргенін айтып, Әлиді құтқарып қалыпты. Оған сене қоймаған Шағатай торғауыттарына өзенге кіріп, әлгі теңгені іздеп табуды бұйырады. Әрине, теңге табылады. Осылайша Жошы хан молданы өлімнен құтқарып, Әли ұстазы Хасанды мұсылманша жерлепті. Енді бауырым, мынаны айтшы. Сығанақтың тұрғындары Қамалдың қақпасын діндар ғұламаға неліктен ашып берді? Оны неге кейін қинап өлтірді? Берке күбірлеп сүрелерін оқып, біраз ойланып отырды да, біраздан соң әлгі жұмбақтың шешімін айтты. Әміршім, Сығанақ қамалының қақпасы Алла сөзінің құдіретімен ашылды. Бату қымыздан бір ұрттап алды да, оның бұл ойымен келісетінін көрсетіп, басын изеді. Інісінің ойын жүйемен жалғастыруына көмектесіп, дұрыс айтасың, Құдайдың сөзі көмектесті. Бірақ онда неліктен қала тұрғындары Хасан Қожаны жазалап, денесіне найза шаншыды? Себебі ол әлгі Құдайдың сөзін өзі бұзды, деп ойын жалғастырды Берке. Ол тұрғындарды жау қолына берілуге шақырды. Жұмбағыңыздың шешімі сол, әміршім. Дұрыс, бірақ неліктен солай жасады? Уағыз таратушы Хасан не істеді? Ол Сығанақ тұрғындарын сатқындық жасауға шақырды. Әрине бауырым, ол Сығанақ тұрғындарын жауға өз отанын қолдан беріп, сатқындық жасауға, отанын сатуға шақырды. Бірақ әлгі отан дегенің адамда қалай пайда болады деп сұрады Берке. Бату біраз уақыт үндемей қымызын ішіп, кең даланың көкжиегіне қарап, ойланып отырды да, былай деді. Біздің әкеміз Жошы хан да бұл жайлы көп ойланды.
шешімін таба алмады. Мен мұның шешімін әкемнің моласының басында тұрып түсіндім. Моңғолдар адамды қалай жерлейді? Өлген адамды жерге көмеді де үстінен бір үй жылқыны айдап өтеді. Әлгі моланың ізі де қалмайды. Ал сол моланы таптамай басын қарайтып күтіп қараса, онда сен жақын адамыңның осы жерде жерленгенін, денесінің осы жерге сіңіп, осы топыраққа айналғанын түсінесің. Олай болса, бұл жер жай ғана даланың бір бұрышы, жай топырақ емес. Сен үшін киелі жерге, киелі топыраққа айналатынын, сенің отаныңа айналатынын түсінесің. Сонда тайпалар жан-жаққа шашырап кете қоймайды. Өз жерін жауға оңайлықпен бере қоймас. Мынаны оқып мен бүгінгінің топ уағызшыларын неліктен көп қазақтың жақтырмайтынын түсіндім. Себебі олар уағызшылар үшін дін отаннан жоғары, отаннан қымбат. Дін жолында олар туған жерін, ана тілін, ата дәстүрін сатуға бар. Олардың істеп отырғаны сатқындық емес, не? Мақсаты отанын көркейту емес, халифат құру. Бұл менің жеке пікірім. Келіспесеңіздер де болады. Аруақ ширік дейді дін таратушылар. Ата-баба моласына барып дұға оқыма дейді әлгі уағызшылар. Бабаңның дәстүрі қате, ұлттық киімің харам дейді олар. Ал осы байтақ даланың, бабаңның қаны тамған отаныңның, киелі ата мекеніңнің сол ата-баба аруақтарына сыйынған, бабасының моласы қалған жерін, кіндік қаны тамған туған жерін қорғаған, киесі бар, иесі бар топырақ үшін жан алысып жан берген қазағының арқасында, биік рухының арқасында сақтап келіп, бізге мұра еткенін түсінеді ме екен? Қазақ жерінің шекарасы қазақтың қорымдары, бабаларының бейіттері тұрған жермен өтеді. Талай бабамыздың сүйегі отаршылдардың саясатының салдарынан кеңес дәуірінде қазіргі қазақ шекарасының арғы жағында қалып қойды. Бірақ Құдайға шүкір, жеріміз бар, еліміз бар, елдігіміз бар. Жер жаһанның картасында Қазақстан деген үлкен мемлекетіміз бар. Отанын сатқан адамды қандай иманды болса да мен қабылдай алмаймын. Мен үшін отан қымбат, жерім қымбат, елім, тілім, ділім қымбат. Біреу жазыпты, діндарға тіл тигізген адам не діннен хабары жоқ кәпір, не ішіне жын кірген деп. Бірақ әлгі діндардың нағыз діндар екенін, тыңшы не арнайы мақсатта жіберілген адам, не үлкен бір идеологиялық жобаның орындаушысы еместігін кім білген? Ішіне кіріп шықтың ба? Сол уағыз таратушылардың біздің елдігіміздің қақпасын ашуға жіберген жаудың елшісі еместігіне кім кепіл? Маркетинг саласынан біраз хабарым бар. Кезінде университетте саяси маркетинг деген курс бойынша дәрісте бердім. Түсінгенім, маркетингті, әсіресе нейромаркетингті меңгерген адам оның басты заңдылықтарын, айла тәсілдерін кез келген салада қолдана алады. Тіпті күйеуге шыға алмай жүрген қызды да маркетингтің дәрістерімен өткізіп жіберу оп-оңай. Саяси маркетинг ақш-та жақсы дамыған. Біраз зерттеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижелері жарияланып отырады. Бірақ ешкім бүгінде белең алған діни маркетинг жайлы еш нәрсе жазбапты. Ал бұл бүгінде бар құбылыс. Өз мақсатты аудиториясы, өнімі, жарнамасы, өткізу арналары, стратегиясы да бар. Ол жайлы кейін жазармын. Ал енді сіздердің пікірлеріңізді тыңдайық. Айтпақшы, әлгі кітап орыс тілінде жазылған. Жақында баспадан шығады. Еңлік ақ дәулеттің жазбасы. Құрметті оқырман, біз осындай ақпаратты оқыдық. Ал сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Әркімнің өз еркіндігі, өз құқығы болады. Біздің бір ғана мақсат ел аман, жұрт тыныш болсын. Құрметпен, Керек дерек арнасы.